үйрететін болам. Ең бірінші біз оңай тәсілмен қалай үйренеміз? Нотамен емес, яғни сандардың көмегімен. Мына сандардың көмегі, жаңағы сандар арқылы үйрену көп адамдарға оңай болып жатыр. Көп адам үйреніп кетіп жатыр. Сондықтан мына сандардың көмегімен тез үйрене аласыздар. Ал бастайық. Бірінші, сөзсіз тек сандарын айтам. Яғни 7, 8, 7, 3. Осы сандарды басатын боламыз. Тек саусақпен басқан кезде мен басқан сияқты жақсылап басу керек. Сол кезде дыбыс жақсы шығады. Ептілік керек. Мына дыбысты, музыканы жақсы шығару үшін жақсылап басу керек. Сондықтан бірінші 7-ші пернеге барамыз. 1, міне, санайсыздар мен сияқты. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-ші пернені басамыз. Міне, мен сияқты басасыздар. 4-ші саусақпен сызықтың алдынан басасыздар. Саусақ осылай тұрады. Қазы қатар 4 саусақ, мына бас бармақ мына жағында осылай тұрады. Ең басында оңай болу үшін әзірге бұлай бас бармақпен тек қана осылай шертіп тартасыздар. Бастайық. 7-ші пернені бастым, 1 рет тартам. Міне, тарту деген яғни 1 рет бұлай жасау. 1 рет жасадым. Сосын 8-ші пернеге барам. Міне, 7-де тұрмын ғой. 8-ге жылжыйым. 8. Оны да мына сызықтың алдынан басам. Басыңыздар сіздерді, ал басыңыздар. 8. Міне, екеуі 2 нота, 2 музыка. 2 дыбысты береді. 2 перне. Сонда 7 және 8 деген 2 санды тарттық, е? Міне, түсінікті ғой, 7, 8. Енді 7, 3. Қайттан 7. 1-1-ден әрқайсысы 7. Сосын 3. 6, 5, 4, 3. Міне 3. 4 санды тарттым, е? Осы 4 сан, 4-ақ сан болғанмен жақсы бір әуенді шығарады. 7, 8, 7, 3. Осындай музыка шықты міне. Міне, әуенін бұлай шығаруға болады.